Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін осыны үй жағдайында өте керемет дүкендегіден асып түсетін чипсы жасаймыз. Ешқандай ішінде химикат, краситель жоқ. Балаларыңызға сеніммен берсеңіздер болады. Өте қарапайым заттардан жасалады. Ең алдымен бізге лаваштың қамыры керек. Бұны кез келген дүкеннен таба аласыздар. Кейін ұзынша қылып турап аламыз. Кейін осылай 3 бұрышты қылып турап аламыз. Өте әдемі көрінеді. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасап көрсеңіздер болады. Кейін барлығын турап болғаннан кейін пакетке саламыз. Дәл осындай безручной пакетке саламыз. Кейін өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосыңыздар. Менде паприка, қара бұрыш, аз мөлшерде қызыл бұрыш, тұз, оливковое масло. Оливковое маслоның орнына өзіміздің қарапайым күнделікті қолданып жүрген күнбағыс майын қолдансаңыздар болады. Аса бір айырмашылығы жоқ. Ал енді пакетіміздің ішіне ауарылып, мықтап орап, жақсылап шайқаймыз. Біздің тұздықтар барлық жеріне жету керек. Осылай 2-3 минутта жақсылап шайқап аламыз. Ал енді әсел пешіміздің табасына пергамент қағазын төсеп, біздің чипсыларымызды орналастырып жайып шығамыз. Кейін қызып тұрған пешке бір салып аламыз. Яғни салғаннан кейін 2-3 минуттан кейін аламыз, себебі өте тез қатаяды, болмаса күйіп кетеді. Сол үшін қарап тұрыңыздар. Бір салып алғаннан кейін біздің чипсыларымыз қатты болып, кәдімгідей күтірлік болып тұрады. Сол үшін қарап бақылап тұрыңыздар. Міне біздің 5 минутта дайын болатын чипсыларымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Менің көзқарасым бойынша дүкендегі чипсыдан қарағанда әлде қайда пайдалы деп ойлаймын. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге әлі қызықты видеолармен бөлісемін. Сол үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.